Сәлем эксперт. Бүгінгі сабақ, яғни системаны сату, жүйелі сатуды білу. Егер сізде жүйелі сатуды білмесеңіз, осы уақытқа дейін 1045 курс оқып алғансыз, продуктлеріңіз бар, услугаларыңыз бар, бірақ әлі күнге дейін сата алмай жүрсеңіз, сіздегі проблема жүйелі сату системасын білмеуіңізде. Өйткені дәл солай менің өзім осы 2-3 жыл қатарынан рилс салу керек деп рилстарды ғана салумен, желі сатудағы воронкаларды білмеу қателіктерден тек қана күнделікті контентке ғана бір бағытқа ғана көңіл бөліп осы уақытымды өткізіп алдым. Ал жалпы сізге миллион қаралым әкелетін, просмотр, охват әкелетін рилстар сізге продажа әкелмейді. Ең алдымен сізге продажа әкелу үшін осы 5 ключевой факторларды білу керек. Ал соның ішінде ең біріншісі ниша, яғни позицияңызды сіздің осы контентке келудегі нақты мамандығыңызбен сол саладағы позицияңызды анықтап алу. Қандай бағытта жүргізесіз, не мақсатта жүргізесіз және не үшін жүргізесіз, и бұл позиция арқылы қанша тапқыңыз келеді, осыны анық білу керексіз. Мүмкін сіз мұғалімсіз, немесе эксперт наставникпін. Мен осындай осы жүйелі сату системасын өзіңізге жасату арқылы ақша табуға немесе ақшаңызды екі еселеуге көмектесемін. Сіз осы саладағы мықты позицияңызды білгеннен кейін, кім екеніңізді білгеннен кейін, сізге бір нәрсе сату керек. Ақша табу үшін сізде продукт болу керек. Ал продукттың өзі, сіз продукт арқылы нелер сатасыз? Курс, марафон, челлендж, наставничество, услуга деген сияқты әркім өзінің саласына байланысты кете береді. Мұғалімдер мұғалімдерге арналған қосымша ақпараттар, пайдалы кеңестер, шаблондар, гайдтар, жасанды интеллекттегі видеолар, мобилографтар өздерінің дайын туториалдар жасалатын видеоны өзіңіз үйде отырып монтаждаудың пайдалы кеңестері деген сияқты ары қарата кете береді. Жалпы екінші, сізде мықты продукт болып методологиясын құрып алғаннан кейін, ол продукттың өзі сізді мына сұрақтарға жауап береді. Енді бұл жерде тағы бір сұрақ туындайды: продуктты қалай жасаймын? Продуктты жасауда сіз мына үш сұраққа нақты жауап беру керексіз. Мен адамдардың қандай проблемасын шеше аламын? Ал екінші, менің осы продуктымды алғаннан кейін адамдардың өмірі қалай өзгереді? Неге нақты осы продуктыны менен сатып алу керек? Өйткені сіз сияқты адам 1045 адам бар, иә. Ал именно сізден алудағы сізде басқа адамдардан қарағанда ерекшелік болу керек. Неге сізден сатып алу арқылы, неге именно сізден сатып алу керек? Енді сізде продукты жасалу жолын білдіңіз, продуктыңызды жасап алдыңыз. Ендігі сізге көшетін нәрсе аудитория жинау үшін контентке көшу. Контенттің алғашқы аптасында басқа жаңадан бастап жатсаңыз да, жалпы бұрынғы саладан басқа бір салаға ауыссаңыз да, ең алдымен өзіңіздің личностьті көрсетесіз. Сіз кімсіз? Тек бұл саланың маманы емессіз ғой, үйде кімсіз, тағы басқа жерде кімсіз? Осылай өзіңіздің жеке өміріңіздегі бір құндылықтарды көрсету арқылы, яғни көп адам өзінің өмірін көрсеткісі келмейді. Ондай кезде құндылығыңызды көрсетіңіз. Немен сіз құндысыз? Қандай сіздің пайдалы беретін, мына эксперт, наставник сататын жағыңыздан басқа тегін беретін пайдалы тағы неңіз бар? Сіз тағы нені жақсы істей аласыз? Сол сияқты өзіңіздің құндылықтарыңызды, личностіңізді ашасыз. Ана жағынан, мүмкін сіз ана жағынан керемет бір баланы бағу жағынан бір лайфхак, жақсы нәрселер білесіз. Қарым-қатынасыңыз керемет шығар, сол жағынан да жұмыс істеген шығарсыз. Осыларды көрсету арқылы өзіңіздің кім екеніңізді де аша түсесіз. Екінші, ол эксперт рилстар салып бастау, яғни сіздегі нақты қандай саладағы мықты эксперт екеніңізді және сол сала бойынша ақпараттар беріп бастайсыз. Үшінші, мотивационный пайдалы рилстар, яғни контентіңіздегі үшінші бағыт. Сіз сол контентті адамдарға мотивация не бересіз? Нелермен тегін бөлісе аласыз? Ал төртіншісі, продающий, яғни сол жердегі сіздің ең сонда call to action әрекетке шақыратындар. Мысалы, осы рилсті көру арқылы мен сізге жеке разбор жасап беремін деген сияқты. Немесе осылардың сіздің жеткілікті аудиторияңыз болса және клиенттердің возраженияларын жаба алатын болсаңыз, контентіңіздің бәрінде сату жүйесін құрып қойсаңыз, өз аудиторияңызға сата беруге болады. Ал егер аудиторияңыз сатып алуға дайын емес, мақсатты аудитория болмаса, онда таргет қосасыз, подписная воронка қосасыз. Осы кезде
төртінші жүйе яғни воронка жүйесі. Воронка дегеніміз мынандай, жан жаққа сізді қараған клиент жан жаққа емес бір жерге құйылып келу үшін сізде нақты сату воронкалары болу керек. Солардың ішінде мен сіздерге бір воронканы жақсы воронкалар түрлері өте көп. Чат актуальный воронка, рилс воронкасы. И осы воронкаларды құру арқылы сіз өзіңіздің контентіңізде сатасыз, немесе тегін рилстар арқылы сату, немесе таргет қосу арқылы. Воронкаларды білгеннен кейін сізде воронкадан келіп, холодный аудиториядан келген клиенттер сізде бірден сатып алмайды. Сізде осы кезде контентіңізде, блогыңызда, яғни прогрев болу керек. Прогревті сторис арқылы жасаймыз, рилстар арқылы жасаймыз, немесе тегін сабақтар, зум эфирлер өткізу арқылы, тегін разборлар өткізу арқылы холодныйдан келген адамды жылтамыз, яғни өзімізге жақындатып, неше түрлі конверсияларды қолдану арқылы өзіңіздің курсыңыздың кімдерге бағытталғанын, кімдер сатып алу керек екенін біле отырып, сату жүйесі құрылады. Осы бесеуінің бәрі біздің блогымызда, контентімізде өзіміздің экспертлігімізді, продуктымызды сатуға көмектеседі. Енді сіз осы системаны нақты өзіңізге қолданып, нишаңызды анықтап, позицияңызды анықтап, өзіңіздің продуктлеріңізді жасап, оған нақты воронкаларды құрып, прогрев жасап, контенттеріңізді жасауға қиналатын болсаңыз, мен сізді өзімнің бір айлық наставничествома шақырамын. Өз-өзіңізге продюсер болу арқылы нақты продуктыны жасап, оған нақты сізге керек воронкаларды қолдану арқылы мықты прогрев жасап, өзіңізге сәйкес келетін контенттерді жасаймыз бір ай бойы. Сізбен бір аптада 2 рет зум сабақ, стратегияңызды құрып беру, өзіңізге сәйкес келетін 4 бағыттағы контентті түсіру және соған сәйкес келетін воронкаларды құру арқылы прогревтер жасау, ең соңында сату, яғни автоворонка, таргет барлығы үйретілетін болады. Осының бәрін өзіңіз бір рет үйреніп алу арқылы мини курстарыңыздан бастап, орта чектегі, алдағы уақытта қымбат чекке қиналмай сататын боласыз. Чаттағы отырғандар және тегін сабақты көргендерге керемет бағаны ұсынатын боламын. Ал контентте өзімнің рилсымда және таргет арқылы келетіндерге уже басқа баға ұсынылады. Сондықтан өз орныңызды алып үлгеріңіз. Көп орын ашпаймын және алғашқы орын алғандарға өзім тегін таргет жіберіп беретін боламын.